Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен бір жасағаннан сәтті шығатын осындай жұмсақ, өте дәмді сырники жасайтын боламын. Бұл жерде бізде ең бастысы, ең маңыздысы ол бізде сүзбеміз. Сүзбеміз осындай қолмен ұстағанда бірігетіндей болу қажет. Егер сіздерде ірі сүзбе болатын болса, блендердің көмегімен осылай бір қалыпқа келтіріп алыңыздар. Сүзбеміздің үстіне қантымызды салып, бір дана жұмыртқамызды салып, оның үстіне шамал ғана ұнымызды салып, бір қалыпқа келгенше араластырып алатын боламыз. Міне достар, қолмен ұстағанда бірігетіндей болу қажет. Енді тақтайымыздың үстіне ұнымызды сеуіп, ұнымызға шамалы аунатып алатын боламыз. Пышақтың көмегімен қалпына келтіреміз. Достар, сіздерге де жасауға кеңес беремін. Бір жасағаннан сәтті шығатынына 100% сенімдімін. Сіздер де жасап көріңіздер. Міне достар, осындай барлығын осылай жасап алдық. Осылай тоңазтқышқа сақтасаңыздар да болады. Бірден пісіріп дастарханға ұсынсаңыздар да болады. Қызып тұрған тапамызға шамал ғана майымызды құйып, екі шетін қызарғанша осылай пісіріп алатын боламыз. Осы піскен сырниктерімізді қызып тұрған пешімізге салып, 10 минут тағы да пісіріп аламыз. Міне сол кезде осындай нәзік, өте жұмсақ сырниктеріміз дайын болады. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Сіздерге ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.